Қазақстан үлкен мемлекет. Ол Еуразия материгінде орналасқан. Елдің табиғаты әр түрлі болады. Мұнда дала, тау және көлдер бар. Қазақстан картасы оның аумағын көрсетеді. Астана Қазақстанның астанасы. Қалада биік және заманауи ғимараттар көп. Мұнда адамдар еңбек етеді және білім алады. Көшелері кең және таза болады. Астана елдің саяси орталығы. Алматы әсем қала. Ол таулардың етегінде орналасқан. Қалада бақтар мен ағаштар көп. Ауа райы жұмсақ келеді. Алматы мәдени орталық. Қазақ даласы өте кең болады. Далада шөптер өседі. Мұнда жануарлар еркін жүреді. Жылқылар далада жайылады. Дала табиғи аймақ. Каспий теңізі үлкен су айдыны. Оның суы тұзды болады. Мұнда балықтар тіршілік етеді. Жағасында құстар ұшады. Каспий маңызды табиғи нысан. Балқаш көлі ерекше көл. Оның суы әр түрлі болады. Бір бөлігі тұщы, бір бөлігі тұзды. Көлде балықтар бар. Бұл табиғи құбылыс. Алтай таулары биік болады. Шыңдары қармен жабылады. Тауда ормандар өседі. Мұнда жануарлар мекендейді. Таулар табиғи байлық. Шарын шатқалы терең аңғар. Оның жартастары қызыл түсті болады. Жел мен су жер бедерін өзгертеді. Бұл табиғи үдеріс. Шатқал өте әдемі. Бурабай демалыс орны. Мұнда көлдер мен ормандар бар. Табиғаты таза болады. Адамдар демалады. Бұл қорғалатын аймақ. Қазақ халқының ұлттық киімдері бар. Киімдер ою-өрнекпен безендіріледі. Олар дәстүрді көрсетеді. Киімдер мерекеде киіледі. Бұл мәдени мұра. Киіз үй қазақтың баспанасы. Ол тез жиналады. Киіз үй табиғи материалдан жасалады. Іші жылы болады. Бұл көшпелі өмірдің белгісі. Бешбармақ ұлттық тағам. Ол еттен дайындалады. Тағам құнарлы болады. Адамдарға күш береді. Бұл дәстүрлі ас. Мал шаруашылығы маңызды кәсіп. Адамдар қой мен жылқы өсіреді. Мал өнім береді. Бұл азық көзі. Табиғатпен байланыс бар. Қазақстанда өзендер көп. Су тіршілік үшін қажет. Өзендер табиғатты нәрлендіреді. Мұнда балықтар өмір сүреді. Су маңызды ресурс. Ақбөкен дала жануары. Ол жылдам жүгіреді. Ақбөкен шөппен қоректенеді. Ол топпен жүреді. Бұл сирек жануар. Байқоңыр ғарыш айлағы ерекше орын. Мұнда зымырандар ұшырылады. Ғарыш зерттеледі. Бұл ғылымға көмектеседі. Байқоңыр әлемге танымал. Балалар мектепте білім алады. Олар картаны зерттейді. География ғылым. Ол жерді таныстырады. Білім маңызды. Қазақстанның туы көк түсті. Онда күн мен қыран бейнеленген. Ту елдің белгісі. Ол бірлікті көрсетеді. Әр адам оны құрметтейді. Табиғатты қорғау қажет. Адамдар қоқыс тастамау керек. Табиғат таза болуы тиіс. Балалар оны үйренеді. Бұл маңызды іс. Қазақстанның табиғаты әсем. Мұнда әр түрлі жер бедері бар. Табиғат адамға пайдалы. Оны қорғау қажет. Бұл ортақ үйіміз. Осымен балалар сабағымыз аяқталды. Келесі сабақты көру үшін менің каналыма тіркеліп, лайк басып пікір жазуды ұмытпа.